Зейнеп телехикаясының сюжеті мен финалында не болатыны туралы бірге талқылайық. Жалпы тікелей аудармасы «Сен туған үйің, сенің тағдырың», яғни «Догдугун эв Кадиндир» атты түрік сериалы толық егжей-тегжейлі ақпарат. Жалпы бұл сериал 2019 жылдың 25 желтоқсанынан 2021 12 мамырына дейін түсірілген және эфирға шыққан. Ол 2 маусымнан тұрады. Жалпы бұл жердегі тақырып сериалдың негізі адамның тағдырымен тек туған ортасымен емес, жеке таңдаулар мен өмірдің қиылыстары мен тағдырдың бұзылыстары арқылы қалыптасады. Сонымен қатар сюжет кейіпкерлердің өмір жолын, махаббат пен күйзелісті, әлеуметтік айырмашылықты, отбасылық қарым-қатынасты терең зерттейді. Бұл жердегі негізгі кейіпкерлер ол бірінші Зейнеп, яғни басты кейіпкер. Кедей отбасында дүниеге келген, бала кезінен бай отбасының қамқорлығы беріліп, жақсы білім алып, өзіндік тұлғаға айналады. Мехти деген Зейнеппен өмірлік серік болған, бастапқыда махаббатпен, бірақ кейіннен қиыншылықтарымен бетпе-бет келген автомеханик. Кейін Нермин, яғни Нермин деген әйел, ол Зейнепті асырап алған бай отбасының өкілі. Оның тәрбиесіне үлкен әсер еткен тұлға. Жалпы сюжеттің егжей-тегжейіне келсек, балалық шақтары, яғни Зейнеп өте кедей отбасында дүниеге келген. Оның әке-анасының жағдайы соншалықты қиын болғандықтан, анасы кейбір осы қиыншылықтарға шыдамай, кішкентай кезінде Зейнепке жақсы өмір сыйлау мақсатында анасы оны бай отбасына асырап береді. Яғни анасы осы Нермин деген бай әйелдің үйінде тазалықшы болып жұмыс істейді. Жалпы ол әйелдің, яғни Зейнептің әпкесі және ағасы болатын. Әпкесі 15 жасында қашып кетеді, яғни мұндай өмірге төзбегендіктен ол қашып кетеді. Ал ағасы болса қайтыс болып кетеді, яғни оған медициналық көмекті дер кезінде көрсетілмегендіктен, олардың жағдайы өте төмен болғандықтан, асырай алмағандықтан ол қайтыс болып кетеді. Осылайша Зейнеп қана қалады. Зейнепке жақсы өмір сыйлау үшін оны асырауға береді. Зейнептің тағдыры өзгеріп, ол жақсы білім алып, өмірінде жаңа мүмкіндікке ие болады. Және оның жасөспірім кезеңімен жаңа өмір бастауына келсек, асырап алған ортасында Зейнеп жақсы тәрбиеленіп, өте жақсы білім алып, табысты маман ретінде қалыптасады. Өмірдің бір сәтінде оның биологиялық анасы қайта қайтып келеді. Яғни қайттан пайда болады. Зейнепті өзінің түпнұсқа отбасына қайтаруға тырысады. Бұл жағдай оның өмірінде үлкен ішкі қайшылық пен қайғы туғызады. Және ол үйлену, отбасы өміріне қадам басады. Отбасылық және әлеуметтік қысымдар әсерінен Зейнеп Мехти деген балаға үйленуге мәжбүр болады. Мехти негізінен Зейнептің ағасының жақын досы болатын. Бастапқыда олардың арасы махаббатқа негізделген болып көрінгенмен, уақыт өте келе Мехтидің мінезіндегі қиыншылықтар және бақылаушы сипат айқындала бастайды. Сюжетке шиеленіс әкелетін оқиға ол Мехтидің бұрынғы сүйіктісі Беналь деген қыз қайтадан оның өміріне оралып, оның жүкті екендігін айтады. Бұл Зейнеп үшін үлкен соққы болып, отбасылық қиындықтарды, қатынастарды күрделендіреді. Қарым-қатынастың өзгеруі және жаңа бастамалар, яғни Зейнеп өз өміріндегі қиыншылықтарды еңсеруге тырысып, Мехтимен қарым-қатынасын тоқтатып, ажырасуға шешім қабылдайды. Осы кезде ол адвокат Барышпен танысып, олардың арасындағы жаңа терең әрі түсіністікке негізделген қарым-қатынас орнай бастайды. Яғни Мехтимен ажырасу мақсатында ол Барыш деген адвокатты жалдаған. Мехти осы кезеңде Бенальмен бірге бала туралы мәселеге бейімделу мақсатында жаңа өмір құруға тырысады. Кейіпкердің ішкі жан дүниесінде орын алатын қайғы-қасірет, ішкі күрес сериалдың негізгі тақырыбына айналады. Финалына келсек, яғни сериалдың соңында драмалық оқиға орын алады. Мехтидің өлімі, яғни ол қайтыс болады. Сюжетте күтпеген жерде Мехтидің қайғылы өлімі кейіпкерлер мен көрермен арасында үлкен соққы жасайды.
оның өлімі арқылы кейбір өткен қателіктер мен ішкі қайшылықтар орнына жаңа парадигма орната бастайды. Зейнеп пен Барыштың жаңа бастамасы, яғни өткеннің ауыр сәттерінен кейін Зейнеп пен Барыш өздерінің өмірлік жолын қайта қарастырып, бір-біріне тірек болып жаңа өмір бастайды. Олар тек жеке махаббатты емес, өмірдің мағынасы мен қоғамға қызмет етуді өз жүректеріне іліп алады. Қайырымдылық және өмірге жаңа көзқарас, яғни Зейнеп пен Барыш бірлесіп қоғамға көмектесу мақсатында қайырымдылық қор ашады. Бұл іс-әрекет олардың өткен жараларды емдеп, болашаққа сеніммен қарауына септігін тигізеді. Финал драматургиялық тұрғыдан өте терең әрі ойландырарлық болып аяқталады. Мұнда әр кейіпкер өз тағдыры мен өмір сүру мәнін тереңдігін түсінеді. Жалпы сериалдың табыстары мен марапаттары. Халықаралық марапаттар мен номинациялар. Сериал бірнеше кинофестивальға және марапатқа ие болған. Соның ішінде Измир кинофестивалінде ең үздік актриса, яғни Зейнеп, шын аты Демет Өздемір, ең үздік актер, яғни Мехди, шын есімі Ибрагим, марапат алады. Жалпы бұл сериал шын өмірден алынған, яғни бір кітаптан алынып, жасалынып шығарылған сериал. Сенің туған үйің тағдырың сериалы адамның өмірінде орын алатын күрделі жағдайларды жеке таңдау мен ішкі әлемнің өзгерістерін шебер суреттейтін эмоционалды туынды болып табылады. Жалпы бұл сериал сізге ұнады ма? Ұнаса несімен ұнады? Комментарий бөліміне жазсаңыз болады. Келесіде бөлімдер әрі актерлер туралы ақпараттар шығарылады. Лайк басып, тіркеліп қоюды ұмытпаңыз.